Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода Бомаж өмірінің 20 бөлімін түсіретін боламын. Мынау жанындағы Кайнмастер дегенге мән бермей ақ қойыңдар. Кайнмастердің срогы бітіп қалып еді, осылай Кайнмастер деп шығып тұр значогы. Оған мән бермей ақ қойыңдар. Көбісі білетін шығар достар, менің семьямда, яғни Калининград серверінде ойнайтын балдар, қазақ балдар білет менің банға кеткенімді. Осы видеоның соңына дейін қараңдар достар, мені қанша күнге банға тықты және кім бала тықты бәрін осы видеода айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап кетіңдер. Егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Калининград яғни 45-ші серверге шақырамын. Серверге кіргеннен кейін /промо деп жазып, менің Ера деген промокодын жазсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Осыдан 3-4 күн бұрын мен деген оскорбление родных деп 15 күнге банға кетіп қалған болатынмын. Кешегі стримді қарайтын болсаңдар достар, мен кешке стрим жасаған болатынмын. Сол кезде Роналдо деген бала, кім екенін білмеймін, өзі кім екенін айтқан жоқ. Менің стримімді сол бала отырды, чатқа жазып, қазір ананы банға тығам, қазір сенің замыңды банға тығам, мына баланы банға тығам деп. Оказывается, ол бала деген қарсылас семья бар емес, Хан Empire біздің семьямыз, оған қарсылас семья Казах Мафия деген бір семья бар, ноунейм какой-то. Сол семьяның лидері екен, көре алмаған, бізге жалба лақтырған екен. Достар, осы сіздерде де бар шығар достар, көбісі тиктокта ашып қалсам, осы шығады, күнде шығады бір семьямен, анау семья қырылып атады, анау мынау, сонда атыс болып атады күнде, білем, конфликттер болып атады. Мынау бала да жестко банға тықты, ойламаған жерден, вообще ойлаған жоқпын бұл тығады деп мені. Осылай менің замымды, 2 замымды банға тықты. Стримда 2 замымды банға тықты, тағы да семьядағы 3-4 баланды банға тығып жүрді. Сол Казах Мафия деген семьяның лидері. Міне мен видеоға түсіріп алдым, қалай банға кеткенімді. Мен ол кезде ойында болдым. Қараңдар достар, міне Еркош хан оскорбление родных жасап жүрді. Сосын мені Томми Феррари деген основной заместитель главного администратора банға тықты сол кезде. Вообще невнимательный. Ана жерде қарағанда вообще дұрыс тым қарамаған ғой, жерде дейтін, қалай подстава жасаған, еще основной заместитель просто так сразу банға тығып жүрді. Еще ода запись болған жоқ, доказательство болған жоқ заместитель админда. Достар, мен форумға жалоба лақтырдым, оны вообще қараған жоқ әлі, вообще қарамайды да оны. Уже баннан шығуға бір 5-6 күнде қалды достар. Күтесіңдер деген ойдамын, скоро топовый видеолар шығаратын боламын. Пока банға тықса тыға берсін достар, бәрібір ғой маған дейтін. Еш жерім кетіп атқан жоқ, YouTube каналым бар, TikTok каналым бар, скоро дейтін әйтеуір подписчиктерім бар, мені қолдап отыратын. Енді осы Томас деген баланың қазір сендерге қалай видео жасағандарын көрсететін боламын. Қарап кетіңдер. Вот мынау деген бірінші видеосы, детский видеосы, осылай бізді атып, демет еткен видеосы осы. Тағы да бар бізді өлтірген видеолары, бірақ бізде өлтірдік оларды деген, талай рет өлтірдік бізде деген. Білесіңдер ғой, бізде актив көп, олар сияқты ондай емес, 5-6 бала емес семьяларында. Бізде көптеген балдар бар, 30-40 онлайн отырады, солардың балдар бәрі бар. Оларды біз өлтіреміз, бірақ та ондай скриншот жасап, олай құтырмаймыз достар. Мына видеоны қарайтын болсаңдар, вообще өздерін сигма көріп кетеді ғой. Қараңдаршы, еще мынанда тоже TikTok каналына салып қойған. Кринж ғой мынау деген. Қараңдаршы өздерін. Бізде андай машинаға санап тұр да, өздері осылай тығылып сигма болып тұр. Мынау видеосы тоже TikTok каналынан алынған видеосы, вообще кринжовый, 2012 жылғы баланың видеолары деп айтуға болады, достар, көріп тұрғандарыңдай. Өзімен құрдас көремін, мені кішкентай бала көретін шығар, мүмкін. Олай білмеймін енді достар, кринжовый, вообще дейтін, ұят қой мынаны салсаң деген. TikTok каналынан салып қояды дейтін.
вообще олардың мына видеоға келетін болсақ, вообще олардың үйлерін вообще іздеп көрген жоқпыз. Олардың үйлері көшіп қонып жүреді, әдейі дейтін үйлеріне барып өлтірмесін, анау мынау деп. Біздің үйді білетін шығарсыңдар достар, біздің үй Рублевкада орналасқан, бәрі біледі оны дейтін. тиктогымнан да қарасаңдар болады, или ютуб каналымнан да қарасаңдар болады, оны вообще жасырмаймын. Олар деген көшіп қонып сөйтіп жүреді, типа өлтірмеу үшін анау мынау өздерін сигма көреді, короче. Инвалид. Да ну нахуй! Ой, чөзі опасный адамдар мыналар деген. Ё-моё, қорқып кеттім ғой. Салмаш болды тикток каналға. Осы бізді слейт етіп салмай қош болды. Ё-моё, қорқып жатырмын жаман. Сендерге сұрақ келетін шығар достар, неге именно сендерді банға тығады анау мынау деп. Әрине достар, бізді тығады. Өйткені бізде барлық қазақтар бар семьямызда. Калининградтағы серверіндегі барлық қазақтар біздің семьямызда тек. Олардың семьяларына қазақтар кірмейді, өйткені семьяларында вообще ноунейм семья, и автопаркада не очень 5 миллионға дейін татитын шығар, и домыда не очень, короче, сол үшін бізде деген дерзкий дом, өздерің білетіндей Рублевкадағы ең қымбат домдардың бірі, и автопаркте вообще дерзкі бізде деген 150 миллиондай болады общий, и соны бәрін көре алмайды. Олардың семьяларында вообще қазақтар аз, 5 қазақ, 5 орыс, сондай. И олар келетте, сол 5 бала болады. И біз строй жасап жатқан кезде, или немесе мероприятие жасап жатқан кезінде атып кетеді. Сосын оны тиктокқа салып, скриншот жасап, короче, кішкентай баланың ісін жасайды. И сосын достар, олар айтқан ғой, типа біздің семьядағы балдарға, біздің семьяма кір, или сені атып тастаймыз. Осылайша олар деген өздерінің семьяларына адам жинағысы келген, бірақ та біздің семьядағы балдар ешкім келіспеген ондайға. Достар, олай керек емес. Тиктокта да ашық болсам, бағана айтқандай, барлық семья бір-бірімен, осы именно қазақ семьялар бір-бірімен қырылып атады. Білмем неге екенін, араларында конфликт, недоразумение бола ма, жоқса білмем, әйтеуір деген тиктокта ашық болсам, барлық қазақ бір-бірімен қырылып видеолар салып атады. Типа өлтіріп атқан видеоларын, баңғатып атқан видеоларын не үшін керегі бар, оны наоборот қазақпен бірге қосылып, орыстарды айырудың орнына наоборот бір-бірімен қырылып жүр. Олар лично өздері бір-бір семьядан ашып алады да бірге қырылады. Не үшін керегі бар, ондайдың наоборот қосылып, сол сезоннан топ-1 алуға болады, солай бір-біріне көмектесуге болатын еді ғой. Видеоны жақсы жағынан түсіндіңдер достар. Все, давайте, осымен видео аяқталды.